Ал Wi-Fi. Білесіздер ме? Камерада түсіреді. Wi-Fi деген кезде бәріміз Wi-Fi деп көшіп аламыз, мақұл ма? Шулап кеткен кезде. Бір зат Wi-Fi. Wi-Fi. Даня, Wi-Fi. Құлағындағы алған Сабаққа белсене қатысамыз. Кім нашар отырады? Телефонмен қоюыңыз керек, бір рет мүмкіндік берейін. Әзір сол телефонмен іздейсіздер, жақсы ма? Ешқандай ойынға кірмейміз, бір ауыз дарсты ұмытамыз 40 минутта. Жақсы ма? Қазір біз маңызды сабаққа өтетін боламыз. Бұл әдебиет теориясы бойынша жалпы кілт сабақ деп айтылады. Мен сіздерге кішкене тыныш. Сіз анау шешіңіз, наушнигіңізді. Екеуінде. Жақсы. Бірінші, әдебиет дегеніміз не? Сіздер ойлайсыздар ма? Бір нәрсемен айналысып жатқан кезде мен не істеп жатырмын деп ойлайсыздар ма жалпы? Еркін сөйлеу және Еркін ойлау. Жақсы. ойды жеткізуге. Ой еркіндігі дейді. Жақсы. Тағы не? Әдебиет пән ретінде оқытылады. Ол осы жаңа заманда оқып жатқан жоқ, ол бұрыннан оқып келе жатқан пән. Шығарма, ғылым, иә ғылым. Және не? Тағы. Әдебиет не? Әңгімелер. Тағы. Туындылар. Тұлғалар жақсы. Поэмалар. Тірек сөздер. Жақсы. Әдебиет сонымен алғанда тыныш, өте көлемді, бір шаблонға сыймайтын нәрсе екен. Әдебиет негізінен Дарья, қазір қуып шығам мен сені сабақтан. қазір сабақтың соңында сұраймын осы айтқандардың бәрі. Жақсы ма? Әдебиет ол арабтың сөзі. Қазақша аударғанда асыл сөз деген мағынаны береді екен. Немесе әдебиет сөз өнері. Сөз өнері. Сонда әдебиетші кісі, әдебиетті оқитын кісі ол өнерімен айналысады. Сіздер әдебиет пәніне келгенде өнер сабағына келесіздер. Жалпы бірінші сұрақ. Болмыс деген не? Философиядан. Бит. Болмыс деген не? Өз ойлаңыз ма? Иә, болмыс. Бития дейді ғой орысша. Бития? Иә. Болмыс, ғаламның бәрі болмыс, мынау да болмыс, сағат та болмыс. Жалпы не? Қазақ тілінен білесіздер, ә? Заттың мағыналық түрінің зат есім бойынша қалай бөлінеді? Да. Тұсталады, тұсталмайды. Қалай айтады зат есім бойынша? Қалай? Документальный фильм қазақша қалай аударылады? Деректі. Иә, сонда зат есім мағынасына қарай деректі, дерексіз болып бөлінеді. Болмыс та сондай. Деректі, дерексіз. Мысалы, сағатты білеміз да, ал Құдай дегенді білмейміз ғой. Бақыт деген біздің қолымызда түспейді ғой. Иә? Осының бәрін болмыс деп айтамыз. Енді болмысты танудың екі жолы бар. Қандай жолы бар? Ол бірінші логика. Болмыс деген мына бүкіл әлем. Логиканы қажет етеді. Жалпы логика деген не бірінші? Сана сезімнен бұрын. Заттардың бір-біріне қатысты. Логика деген не? Адамның сөз. шешімін Етістік. Ойлану. Ойлау. Керемет. Ойлауды қажет ететін қандай пәндерді білесіздер? Математика. Математика, тағы, Физика. тағы, жалпы соны уақытында, иә? Біз сонда физиканы оқимыз, ток деген нәрсені оқимыз, сөйтіп токтың пайда болуы, энергияның пайда болуы дегенді нақты ғылымдар арқылы, оң заңы, ампер заңы арқылы білеміз, иә? Дұрыс ма? Ал енді болмысты танудың екінші жолы бар. Мына логикалық бағыт қиын. Әркімнің бір несі бара бермейді, шамасы жетпейді. Бірақ болмысты танудың екінші жолы бар. Ол көркем образдар арқылы. Көркем бейнелер арқылы. Сонда көркем образ
санаңызды қажет ететін қандай пән? Әдебиет пәні. Сіздерге сұрақ. Сіздер ән тыңдайсыздар, сүйіп тыңдайсыздар әнді, иә? Иә? Ән деген ол сазбен сөзден тұрады. Сазы ыңылдау. Иә? Ал сөзі ол сөз кәдімгі. Мысалы, алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны деп оқи аламын ғой. Немесе алтын күн аспаны деп нотамен айтсам да болады. Иә? Енді иә, сонда жаңағы сөзін кім жазады? Сазын композитор жазады. Сөзін кім жазады? Кім жазады? Нақтырақ. Ақын жазады. Ақын кім? Әдебиетші. Біз бәріміз кино көреміз. Киноның негізі не? Киноны қалай түсіреді? Бір неге болу керек қой? Дұрыс, кино сценарий. Кино сценарий кім жазады? Ол кім? Сценарист кім? Әдебиетші. Біз бәріміз кітап оқимыз. Керемет андай романдарды, абай жолдарын оқимыз. Оны жазатын кім? Ақын жазу ма романды? Жазушы кім? Біз бәріміз театрға барамыз, опера көреміз, сондағы сонеттерді кім жазады? Сонеттің. Иә, композитор ән жазады. Сөзін кім жазады? Ақын жазады. Ақын кім? Әдебиетші. Сонда әдебиеттің кіріспейтін жері жоқ екен, иә? Біз барлық жерден әдебиетті табамыз. Себебі ол сөз ғой. Сөздің кіріспейтін жері жоқ. Енді түсіндік дейік. Жалпы енді өнер атаулы екіге бөлінеді. Ол классикалық өнер. Осыны түсіре беріңіздер. Дәптерлеріңізге. Классикалық және синкретті. Классикалық өнер дегеніміз. Жалпы классика деген сөз не? Мысалы, кім костюм киген? Кім киген ба? Мақұл, ағай классикалық киім киген. Иә? Немесе мен классикалық өлең тыңдағанды ұнатамын. Мен классикалық көліктерді айдаған жақсы көремін. Не ол классика деген? Қарапайым. Қарапайым? Жоқ, костюм қарапайым емес қой. Қалай түсінесіздер? Классика. Классикалық шығарма деп атамыз. Десе болмасын шығар, бірақ мен айта салайын. Классика деген ол әбден мойындалған, жұртпен әбден санасына сіңіп кеткен нәрсе. Оны мойындайды. Бір қызық дерек айта кетейін. Әлемде тыныш қыздар. Маңызды ма әңгімелеріңіз? Әлемде 130 миллион кітап бар екен. 130 миллион кітап бар. Егер адам күніне бір кітап оқитын болса, бір жылда қанша күн бар? Бір жылда 165 кітап оқиды. Адам 0 жастан 100 жасқа шейін өмір сүретін болса, 100-ді 365-ке өтсе қанша? 2-0 дейсіздер. 36.500 ба? 360.500 ба? Жақсы. Сонда 130 миллион мен жаңағы 36 мыңда мүмкін ба? Оқып шығу. Мүмкін емес қой 130 миллион. Сонда Мұхтар Мағауин аталарыңыз айтады. Әлемде кітап көп дейді. Сен ол уақытыңда пайдасыз кітаптарға құртып жүрме дейді. Одан да бірден классикалық шығармалардан бастап кетті. Жақсы. Сонымен классикалық өнердің 5 түрі бар. Қандай? Архитектура, музыка, сөз өнері, тағы театр және сурет өнері. Архитектурада қандай зат қолданады? Архитектор қандай нәрсені қолданады? Құрал не оның? Бояу. Архитектордың ба? Архитекторға не керек? Сызғыш, A4 парақ, иә? Музыкантқа не керек? Жоқ, одан бұрын? Нақтырақ? Нота керек. Иә. Суретшіге не керек? Кисточка. Тұлғалан керек. Кімді алды?
театрға не керек? киім керек. Сахна керек. Ал әдебиетке не керек? Söz. Сонда әдебиеттің негізгі нәрсесі не екен? Синкреттік өнер деген, синкрет деген сөз білесіздер ма? Не мағына? Синкрет деген көп нәрселердің қосындысы. Мысалы, айтыс өнері. Айтыста айтыскер ол өзі өз ақылынан өлең шығару керек, өзі домбыра айту керек, мынаны қабылдау керек, барлық өнер тұтасып кетті. Осының бәрі 5 өнерде бір жерге біріккенде ол синкрет өнер деп айтады. Енді сіздерге сұрақ. Әдебиеттің негізгі функциясы не? Біз әдебиетті оқу арқылы не мақсатқа жетеміз? Не мақсат бар? Өзіміздің ойымызды білу, дұрыс жеткізу. Дұрыс жеткізу қазақ тіліне байланысты сияқты. Әдебиет не? Ол да қазақ тілінің жұмысы. Өлең тыңдау? Әдебиет не үшін оқимыз деген. Иә. Әдебиет пәнінің негізгі мақсаты не немесе? Не үшін оқытып жатырмыз сіздерге? Шығармаларымызды жеткізу. Тағы. Тағы. Жақсы, жақындадыңыз. Тағы. Айтамыз. Еркін. Дұрыс жауабы жоқ мүмкін. Айта беріңіздер. Бәрін қабылдаймыз. Ал? Қалай дейді? Ал, айтыңызшы, жібек. Әдебиеттің не үшін оқытамыз сіздерге? Ендеше, эксклюзив тыңдап алыңыздар. Біз сіздерге әдебиеттің негізгі функциясы адам жанын ізгілендіру. Сіздер әдеби шығарманы оқи отырып, катарсиске түсіп, бұл неге бұлай болды екен деген секілді ішкі тебіреніске түсу арқылы шығармадағы бір кейіпкердің жаман қасиетін өз бойыңызға жолатпауға, бір жақсы асыл қасиетті өзіңізге керісінше соған ұқсауға тырысуды әдебиет үйретеді. Жалпы алғанда әдебиет бақытты болуды үйрететін пән. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Енді әдебиет ол құр сөз емес. Біз тек әңгіме айтып, театр шығару үшін келген жоқпыз. Әдебиет ғылым ретінде мойындалған. Ғылымның атасы кім, қыздар? Абай ма ғылымның атасы? Кім екен? Аристотель. Дұрыс. Аристотельдің поэтика дейтін кітабы бар. Поэтика деген сөз қалай түсінесіздер? Өлеңде шығару. Айтыс дейді. Тағы не? Поэтикалық сарын дейтіндерді оқыған шығарсыздар? Өлеңмен связанный. Поэтика деген ол көркем бейне деген образ. Жақсы. Аристотель қай заманда өмір сүрген? 19-да ма? Соны Google-дан соны көріңіздер. TikTok көрмейін, басқа көрмейін, оны іздеңіздер. Сонда Аристотель ғылым ретінде қалған екен. Енді әдебиетті ғылым ретінде мойындаймыз ба, мойындамаймыз ба? Мойындаймыз. Жақсы. Енді ғылым болғаннан кейін ол міндетті түрде сараланады, жіктеледі. Мысалы, қазақ тілі бойынша қайтып бөлеміз біз. Алдында айттық па? Қазақ тілі лингвистика бойынша қайтып басталады ең бірінші. Неден бастайсыздар? Дыбыстар жүйесі нені зерттейді? Фонетика, морфология, синтаксис, сөз жасам, лексикология сияқты. Ол бөлек ғылым. Сен бөлек айналыса аласың. Әдебиетте де сондай. Ол ғылымға жіктелген. Ең бірінші ол әдебиет тура жанама деп бөлінеді. Ең бірінші жазыңыздар. Бірінші әдебиет ол асыл сөз мағынасы. Тура жанама деп бөлінеді. Жанама деген қалай түсінесіздер жанама деген сөзді? Тура жанама. Жанама. Тура емес. Иә. Сонда тікелей қатысы жоқ, бірақ бар. Иә. Оған сонда библиография, текстография дейтін салалар жатады. Мысалы, текстография деген ол бұрынғы жазуларды қайтадан оқу. Сіздерге бір мысал келтірейін. Қазақтың тұңғыш этнограф ғалымы кім? Қашқарияға саяхат жасап келген Шоқан Уәлихан. Сол Шоқан Уәлихан күнделік жүргізді емес па?
иә сол күнделік ол уақыт өте келе жазу деген нәрсе ескіріп кетеді дұрыс сақталмаса. Сол шоқантанушы қазақта бірінші ғалым бар, ол қазақ археологиясының атасы кім? Жоқ, археология, ол геология ғой. Әлкей Марғұлан. Дұрыс па? Сол Әлкей Марғұлан Шоқан Уәлихановтың Петербордағы, Қазандағы жазуларын тауып алып, күн түн демей жертөледе мұны лупамен, ана жазуларды оқып шыққан екен. Жақсы. Енді әдебиеттің негізгі мақсаты бірден көшеді, тура. Тура ғылым ретінде ол үшке бөлінеді. Үшеу. Әдебиет тарихы, әдебиет теориясы, әдебиет сыны. Әдебиет сыны сіздерге әзірге керек емес, бірақ бұл да айтамыз. Мысалы, мына шығарманы өткен екен деген секілді әңгіме жүреді. Әдебиет тарихы ол десе де болады. Ал бүгінгі біздің көбірек көңіл бөлетін тақырыбымыз ол әдебиет теориясы. Мысалы, сіз магазиннен барып бір зат алатын болсаңыз, ол ұнамайды деп айта аласыз. Ал егер сіз оның құрамын оқитын болсаңыз, қанша углеводы бар, қанша тәттісі бар, қандай 100 граммда қандай құндылығы бар дейтін болса, сізге көбірек ашылмай ма? Сол сияқты мына әдебиет теориясын білу, сөздің мағынасын, сөздің құдіретін түсінуді сізге жеңілдетеді. Былайша айтқанда, сіз сөзден кайфовать ететін боласыз. Тек бір құр көзбен қарайтын болсаңыз, енді ақыл көзімен, ғылым көзімен қарағаннан кейін сөз басқаша әсер етеді. Әдебиет теориясының ең алғаш 1926 жылы Ахмет Байтұрсынұлы 1926 жылы Қызылорда қаласында әдебиет танытқыш дейтін қазақта тұңғыш әдебиетін саралаған еңбек шығарады. Мынау соның жүйесінде одан кейін Зейнолла Қабдоловтың сөз өнері дейтін кітабы бар. Сонда тропқа фигураға бөледі. Ахметше оның бәрі қазақша, құбылту, айшықтау деп келеді. Біз енді әдебиет бойынша біз интернационал терминдерді алдық, жаңа айшықтау, құбылту дегендерді онша қолданамыз. Сонымен троптың түрлерін білесіздер. Теңеу, эпитет, метонима, метафора, ассонанс, аллитерация, синектоха. Фигурадан риторикалық сұрау, сарказм, ирония, символ. Оны білесіздер деп ойлаймын, қайталап қажет емес шығар. Сондықтан біз бірден практикалық жұмыс бойынша Несіпбек Айтұлының ең әйгілі шығармасы, ең әйгілі поэмасы ретінде осы Бәйтерек деген поэманы алады. Бәйтерек поэмасы Нұрсұлтан Назарбаевқа арналса да, көбірек сол қазақтың ерлігі туралы бастан кешкен оқиғаларына көбірек тоқталуға тырысады. Тек Назарбаевты мақтауға бас ұрмайды. Ақынның да бір ерекшелігі мүмкін осында. Жақсы. Енді мынаны бір оқып аламыз ба? 2 минут оқып алайық. Көріне ма? Жоқ, показывай слайд көрсетші. Теңеу деген бір оқып алайық. Біледі бұны? Біледі ма? Тарихи арқылы бірден тапсырма береміз. Жақсы. Мынаны сәйкестендірейік онда. Өз қара жүзімен дайын тұрады. Кім ана слайд көрсету көрсетші, слайд шоуға. Слайд шоу үстінде. Үстінде қызыл жерге басшы. Показать деген ғой. Жоқ. Маған сәйкестендірді мен егіктен сенегдоға теңеулер табылды. Айсы. Сөйтіп алу екен. Көрмейді? Қазір дұрыс жауабын шығарамыз. Теңеуді тауып қойыңыздар деп ойлаймын. Кәне. Кім табады, соны қоя қосам. Бәрін біледі. Бәрін бар. Бірінші дәптерге жазыңыздар. Сіз
бәрі болсын. Сізден бірінші сұрайын. Сізден екінші сұрайын. Сізден үшінші. Жоқ, болсын бәрі. Естіп қойса. Тез. Кім орындайды? Бірінші орындайтындарға 3 ұпай, тек дәптерге орындағандарға 1,5 ұпай. Қазбек 4-ші оқиды. Болды. Енді талдырыңыз. Бірақ жазыңыздар. 5 адамның жолын бірінші